Сәлем достар, бүгін үй жағдайында вафли жасаудың өте оңай жолын үйрететін боламын. Магазиннен сатып алғаннан гөрі осылай үйде жасаған тиімдірек әрі дәмдірек болады. Олай болса, қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Бізге керектісі 3 жұмыртқа, ванилин, разрыхитель теста, сары май, ұн, сүт, песок, банан, шоколад және араластырғыш, сонымен қатар вафельница. Осындай біздің үйде шағын вафельница бар, қымбат тұрмайды, осыны сатып алсаңыздар жасай беруге болады. Сары майды ыдысқа саламыз да, егер қатып тұрған жағдайда осылай вилкамен немесе пышақпен кішкентай бөліктерге бөлеміз. Ал егер еріп тұрған жағдайда бөлме температурасында, онда бұлай бөлудің қажеті жоқ. Менің жағдайымда қатып тұрғандықтан осылай бөліп жатырмын. Дайын болған сары майға үстіне осылай 1 стакан песокты себеміз. 3 жұмыртқаны осылай ашып, ішіне құямыз, сарысында ағында бірге. Жұмыртқа үшеуін бірге салудың себебі араластырған кезде кішкене оңайырақ болады. Содан кейін арнайы осындай өзіміздің аппаратымызбен араластыра бастаймыз. Жалпы алған кезде, егер маймен, сары маймен песоктың өзін араластыратын болсақ, ол кезде кішкене қиындау болады. Сондықтан да мен жұмыртқаны бірден салып жіберем. Себебі жұмыртқаның мына сұйықтығы араластыруға кішкене жақсы мүмкіндік береді. Осы жерде мән беру керек нәрсе бар. Мәселен, мен араластырған кезде барлығын бірдей ортаға салып жүргізіп жатқан жоқпын. Аппаратты жай шетінен, мысалы, жиналып тұрған сары майдың шетінен бастап, осылай жай араластырамын. Сонда сары майдың жаңағы аппаратқа еру мүмкіндігі де тез болады. Сонымен қатар аппарат таңдаған кезде өзінің шкаласы бар түрін таңдау керек. Мәселен, менде 1-ден 5-ке дейінгі шкалаға дейін көтерілетін аппарат болғандықтан, басында 1-мен бастап, осындай сұйық болып ергеннен кейін 5 деген деңгейге дейін көтерем. Дайын болғаннан кейін осылай сүтті толықтай құйып жібереміз. Сүтті құйып болғаннан кейін де міндетті түрде аппаратпен бірге тағы да ерітіп араластырып шығу керек. Одан кейін разрыхитель тестаны ұнның өзіне салып, бірінші араластырып аламыз. Жалпы мен бұл жерде 2 қасық салдым, негізі разрыхитель тестаны полностью дәл сол қалпында салып жіберген дұрыс. Разрыхитель тестаны ұнның өзіне салып болғаннан кейін, оны кішкене қасықпен 5-6 рет араластырамыз. Яғни ұнға сіңімді болады сонда. Одан кейін манағы дайындап қойған қоспамызға ұнды жайлап қосамыз, бірақ қосу барысында аппаратты міндетті түрде қосып тұрамыз. Осылайша жай ұнды жіберу арқылы ешқандай бөліктерге қалып қалмаудың жағдайын жасаймыз. Ескерте кететін маңызды жайт, қандай дәмді осындай тағам істесеңіз де, пирог болсын, блины болсын, немесе вафли қоспаңызда ешқандай жиналып қалған бөліктер қалмау керек. Яғни ұнның жиналып қалған бөліктер қалмау керек. Сондықтан да максималды түрде сұйық қыламыз. Мен одан кейін ванилин қостым. Ванилинді үнемі қосам, осылай 5 грамм немесе 10 грамм. Бұл жаңағыдай жақсы иіс беріп тұру үшін осылай бір бөлігін қосып жіберемін. Ванилиннен кейін де міндетті түрде араластырамыз. Жалпы қоспаға қандай жаңа ингредиент қостық, міндетті түрде оны аппаратпен араластырамыз. Кейбіреулер венчикпен істегісі келеді, бірақ маған аппаратпен легче. Біріншіден жылдам істелінеді, және екіншіден ешқандай арасында қатып қалған, немесе жиналып қалған тұстар болмайды. Яғни барынша сұйық болады. Одан кейін вафельницамызды дайындап аламыз да, сұйық қоспаны терең осындай ыдыстармен ожау сияқты аламыз да, жай ортасына кішкене ғана қылып құямыз. Көп құюға болмайды, себебі жан-жағына шығып кетеді. Кішкене ғана құйсаңыз жеткілікті. Содан соң қақпағын бірден басып қалмай, жай жабамыз. Сол кезде атылып кетпейді. Вафельницаның температурасын басында жоғары, одан кейін орташаға қойған жақсы. Сонда өте жақсы піседі. Жалпы бұл деген 2-3 минут уақытты ғана алады, тез піседі.
Піскен кезде вилканы аламыз да, осылай негізі қолмен де болады, қатты ыстық болмайды піскен кезде. Осылай араластырып жібереміз, сонда бізде доңғалақ вафли шығады. Осылай дайын болған вафлилерді алып бір тарелкаге жинай береміз. Жалпы ыстық кезінде орау керек міндетті түрде, себебі ыстық кезінде орамасаңыз бұл вафли тез қатық болады, одан кейін сынып кетеді. Мына мен салған екінші вафлиім қазір ашам. Бұл кезде уже үлкен болып шықты, жаңа біріншіге қарағанда көлемі. Жалпы қандай болып шықса да осылай дөңгелектеп орап өзінің әдемі көлемін шығарамыз. Әрине, қолмен орасаңыз өте аз уақыт жұмсайсыз. Мен бұл жерде вилкамен орағаннан кейін оған кішкене ұзақтау уақыт кетеді. Жалпы вафлидің көлемі үлкен болуы немесе кішкентай орташа болуы ол тек қана өзіңізге байланысты. Қоспаны қаншалықты көп құясыз, аз құясыз, соған байланысты осылай шығады. Вафли пісемдегенше мен шоколадты ерітіп алдым. Енді осы шоколадты ерітіп алғаннан пакетке салып, ұшын кесіп, вафлидің үстіне жай ағызып шығатын боламыз. Пакеттің ұшы қаншалықты жіңішке болған сайын шоколадтың түсуі де соншалықты жіңішке болады, және осылай жылдам өткізіп шығамыз, сонда әдемі түседі. Одан кейін оформление үшін мен малина қостым, клубника қостым, банан қостым. Бұның барлығы замороженный малина, поэтому кішкене еріп тұр. Бірақ енді бұл оформление өзіңіздің фантазияңызға қарай, өзіңіздің талғамыңызға және қаншалықты қандай дәмді ұнататыңызға қарай жасай бересіз. Мәселен, мен көп қосқанды жақсы көремін, сонда более аппетитный болып көрінеді. Достар, менде міне осындай дүние шықты. Егер ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға жазылып алыңыздар.